Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Білім класста мұғалім журналды 90-ның соңында қалай жабады жолын көрсетейін. Ол үшін логин парольмен кіресіздер және сол жақтағы менюдан мониторинг деген бөлім бар. Осыны басып, пәндердің қорытылуы деген бөлімшені басамыз. Сол сәтте сіздерде мынандай окошко ашылады. Бұл жерде мектеп әкімшісі айтады, журналды жабыңыздар deyip, сол сәтте сіздер осы іс-әрекетті әр пән мұғалімі істеу керек. Мысал ретінде сіздерге көрсетейін. Осындай мониторинг және пәндердің қорытылуына кіреміз. 90-ды таңдаймыз. Бірінші 90 және кезең. Бұл жерде екі кезең бар. Бірінші кезеңде бағаланатын пәндер, кәдімгі БЖБ, ТЖБ қойылатын пәндер. Екінші кезеңде және саналды, саналмады деген пәндер. Оған жаңағы сынып сағаты, дене шынықтыру деген пәндер. Жарты жылдық көркем еңбек дегендер. Енді сол бізге бірінші кезең таңдайық. Бірінші кезең таңдағанда сіздерде мына жерде қай сыныптарға беретін тізім шығады. Бұл апайымыз мысалы екінші және төртінші сыныпқа береді. Журналдың жабылуы мәртебесі ашық болып тұр. Бәрін жапқаннан кейін бұл жер жабық болады. Пайыз көрсеткіші 100% болады. Мысалы 4-ші сыныптыға көрейік. Жасыл әрекетті басамыз, стрелочканы басамыз. 4-ші Б сыныбына міне. Әрекетті тағы да басамыз, жасыл. 4-ші Б сыныбы әдебиетті оқу, жаратылыстану, қазақ тілі, математика пәндеріне береді бұл апайымыз. Так, математика ашық тұр мәртебесі. Осыған басамыз. Осы жерде айтатын нәрсе мынандай болып тұр. Әр күнді пән мұғалімі осыны тексеріп шығу керек. Барлық осы мәртебесі, сабақтың өткізілу мәртебесі жасыл жанып тұру керек. Арасында қалып қалмау керек. Сіз егер де журналды жауып тастасаңыз болды, бұны өзгеріс жасалмайсыз. Пайыз көрсеткішіңіз төмен көрсетеді. Сол себепті ең бірінші сіздер осы мәртебесін қарап тексеріп шығыңыздар барлығын. Соңында БЖБ, ТЖБ балдары тексеріп шығасыздар, қойылды. Барлығы қойылу керек және мына жерде ұсынылған баға мен қорытынды баға сәйкес болу керек. Енді кейбір жағдайлар болады, оқушы ауырып қалады, кейін уақытша аттестатталмаған немесе босатылған болады. Оны да қоюға да болады, бірақ та негізі баға қойғандарыңыз дұрыс. Кейін мектеп отчет тапсырған кезде неге, не себепті аттестатталмады, неге олай деген артық сұрақтар туындап кетеді. Сол себепті баға қойғандарыңыз дұрыс. Бәрін тексересіздер, барлық жерде баға қойылған. Соңында жаңа журналды жабу деген батырманы басасыздар және сіз журналды бағалауды аяқтағыңыз келетініне сенімсіз бе дегенде иә дейсіздер. Журнал жабылады. Екінші 90 таңдайсыздар. Бәрін тексеріп шығасыздар, жаңағы мәртебесін қалып қалмасын. Сабақтан қалу, кешігу, ауырды деген белгілерін қойып алып, соңында БЖБ, ТЖБ-ны мысалы қазір екінші 90 жүріп жатыр бізде. БЖБ-ларыңызды алып, ТЖБ-ны қорытынды ұсынылған баға шығады және қорытынды бағаны қойып шығасыздар осылай. Соңында журналды жабу деген батырманы басасыздар. Сол сәтте сізде мына жерде 4-ші сыныпта жаңағы математиканың мәртебесі пәні бойынша жабық деп шығады сізде. Және де екінші кезең бойынша кезеңге кіресіздер. Бірінші кезең бәрі жабық болғаннан кейін екінші кезеңді таңдайсыздар. Екінші кезеңде де тоже мына жерде мәртебесі жабық болу керек. Әріптестер әзірше осы. Әр 90 сайын бағалауды, журналды жабу функциясы, жаңағы жолы, тәсілі осы арқылы өтеді.